Айнаға ұзақ қарасаң өз бейнен емес, өзге біреу қарап тұрғандай сезім бола ма? Түнде жалғыз отырып айнаға қарау көп адамның миына жын шайтан, әлемдер арасындағы есік деген ойда келеді. Және бұл жай наным емес. Ғылымда мұндай эффект барыны растайды. Италиядағы нейропсихолог Джованни Капута арнайы тәжірибе жасап көрген. Қатысушыларға қараңғы бөлмеде айнаға тоқтамай 5 минут бойы қарау тапсырылған. Нәтижесі таңғаларлық болған. Қатысушылардың көпшілігі айнадан өзге біреудің түрін көрген. Бірі өлген туысым, бірі өз бетінің бұрмаланған түрін, ал кейбірі тіпті бөтен бейнелерді көрген. Бұл strange face эффектісі деп аталады. Ұзақ қарап отырған мида визуалды қабылдау бұзыла бастайды. Ми өз бейнеңді бейтаныс деп қабылдайды. Сол сәтте үрей, қорқыныш тіпті елес көруде басталады. Бірақ аңыз бойынша айна дегеніміз тек шағылысу емес. Бұл шексіздіктің есігі. Кейбір нанымдарда айнаға ұзақ қарау арқылы сен өзіңнің көлеңкеңді, яғни ішкі жынды оятып аласың дейді. Сол себепті бұрынғы замандарда түнде айна жабылып қойылатын болған. Ал тылсым оқиғаларға сенетіндер айнада екінші әлеммен байланыс бар дейді. Яғни сен ұзақ қараған сайын әлде біреу сені де байқап тұруы мүмкін. Сен айнаға ұзақ қарап көрдің бе? Бір түрлі сезім болды ма? Төменде пікір қалдыр.